Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге құрбан рөлі туралы айтқым келеді. Неге адамдар құрбан рөлінде жүреді? Пайдалы ма негізі, или пайдасы жоқ па деген сияқты осыны талқылап, ашып айтып өткім келеді. Жертва состояниясы дейміз, орыс тілінде. Негізі маған осы сұрақ келген. Асель ханым, мен неге жертва состояниясында жүремін? Бәрін түсінемін, бәрін білемін, бірақ та курстарға да бардым, бірақ жертва состояниясынан шыға алмаймын деген сұрақ келді. Осы жерде айтатыным, жертва состояниясы, то есть жертва состояниясында адамдар қандай? Жертва состояниясындағы адамдар өзі жайлы мынандай ой. Мен кішкентаймын, мен әлсізбін, мен жасай алмаймын, менің қолымда ештеңке менің қолымда емес, то есть мен ештеңкені управлять ете алмаймын. То есть мен ештеңкені управлять ете алмаймын деген ой жертва состояниясындағы адамдарда. Бұл негізі жертва состояниясы емес, жертва стратегиясы деп айтсақ та болады. Енді қараңыздар, егер мен әлсіз болсам, менің қолымнан ештеңке келмейтін болса, мен ештеме жасай алмайтын болсам, онда не болады? Онда мен өзімнен жауапкершілікті алып тастаймын. То есть мен ештеңке істеп керек емес маған. Өйткені мен әлсізбін итакта. Маған ештеңкені үйреніп керек емес. Әрекет вообще жасап керек емес, өйткені ештеңке менің қолымда емес. Енді қараңыздар. Осы жерде представьте, что жертва состояниясынан шықтыңыз. Жертва состояниясынан шыққан адам ақталмайды, шағымданбайды, сылтау іздемейді. То есть жауапкершілік өзінде болады. Қалқан құлағым көрініп қалды. Жауапкершілік өзінде болады. То есть получается, мен жертва емеспін, мен өзімнің өмірімнің авторы деп айтайын. Өзімнің өмірімнің авторы болатын болсам, мен өзім үшін жауапкершілік аламын. То есть маған әрекетке көшу керек, Әрекетке көшу керек. Может быть, мен, например, мен жертва болмаймын, мен енді өзім үшін табыс табамын деген сияқты ой болатын болса, мен әрекет етуім керек, мен білім алуым керек, мен, может, брендімді дамытуым керек, может, бизнес ашуым керек, может, сатуды үйренуім керек, может, адамдардың алдына барып, жаңағы өзімді презентация жасауым үйренуім керек. То есть жертва состояниясынан шығу бір әрекетке көшуге тең да. Енді осы жерде біздің психикамыздың ловушкасы. Психиканың жұмысы бірінші біздің энергиямызды қорғау. Екінші бізді қауіпсіздіктен қорғау. Енді былай айтуыңыз мүмкін, сонда мен бәрін қалаймын, бәрі күшті, сонда мен жертва болып отыруымның сонда өзімнің кінәм ба деп. Бұл именно сіздің сознательно кінәңіз болмауы мүмкін, саналы түрде. Бірақ психикаңыз сізді тоқтатады. Неге? Өйткені сіздің энергияңызды қорғау, әрекетке көшірмеу. Және қауіп төніп тұр деп көрсету. Психика үшін бәрібір бүгінгі күнің сіздің, извините за выражение, даже говно болып атса да, психикаға осыдан керемет өмір жоқ. Психика осыны ғана ең күшті, ең керемет өмір деп ойлайды. Сондықтан әрекетке көшіргісі келмейді. Лучше сен өзің әлсізбін деп айт, лучше сен ештеңке білмейтініңді признаваться ет өзіңе и әрекетке көшпей жат. Потому что қазір сен жертвадан шығатын болсаң, саған әрекетке көшу керек. Ал әрекеттің артында не бар? Жаңа айттық қой, психика бізді
қорғайсыз деп. Қауіп бар. Например, а вдруг саған біреу күледі. Қазір сен бірдемені істеп бастайсың, а вдруг саған күледі. Сен қазір видео түсіріп бастайсың, мен жертва емеспін, мен күшті психолог болғым келеді, и видео түсіріп бастайсың, саған біреу қазір күледі. А вдруг алдында мен, например, ене туралы видео түсірдім, қаншама енелерден неше түрлі теріс бата деп айтушы ма еді? Теріс баталар келді, хейт, сендей келін бұйырмасын, вообще құрсын, әке шешең жоқ па, тәрбие көрмеген. А вдруг сондай сөздер болады? Психика осыны айтады да. А вдруг сен қазір өзіңнің блогыңды жүргізем деп таргет бастайсың, а вдруг сен ақша жоғалтып аласың да, все, ақшасыз қаласың. А вдруг сен аш қаласың ақшаң жоқ болғаннан. Или там, а вдруг сен психологияны оқисың, қолыңнан келмей қалса. Босына кетсе уақыттың. Лучше сен жат одан да, демал. ТикТокты қара, Инстаграмды қара, босқа біреудің өмірін қара. Зачем сен энергияңды құртасың ондай затқа? Это вообще не стоит, это сен үшін опасно. Вот бізде, енді осы жерде түсінгендеріңіз, жертва состояниясы, қысқаша айтқан кезде, я, жертва состояниясы бізден ответственность алып тастайды. Яғни сен әлсізсің, сен қолыңнан келмейді, сен не жасасаң да ештеңке шықпайды. То есть одан кейін зачем жасайсың? Все равно шықпайды, да? И все, сен уже өз-өзіңе жаңағы оправдание тауып алдың. Все, мен не жасасам да қолымнан шықпайды, оданша әрекетке көшпей қояды. А оның артында бізді психика жаңағы қорғап тұр, я? Хотя қорғап тұрған жоқ, ешқандай да бұл жерде бір қорғап тұрған ештеңке жоқ, но психика үшін как будто бізді қорғап атқан сияқты. Как будто бір опасность төніп тұр, жаңағы хейтерлар сөйлесе, бітті, немесе қазір мен осы істі бастасам, соңында маған жаңағы банкрот болу мүмкін, немесе жаңағы мен абьюзер, тиран күйеуіммен тұра берейін лучше, а кетіп қалсам мен аштан өлем, хотя сол адамдардан сұрасам, күйеуің асырап жатыр ма деп өзім күйеуімді асырап жатырмын деген сияқты сөздерді айтады да. Вот не, психикаға бәрібір ол жақсы ма жаман ба сізді сол жерде ұстап отыру керек та, жертва состояниясында. Енді жертва состояниясынан қалай шығу керек? Жертва состояниясынан шығу бұл саналы болып үйрену. Ал адамға саналы болу өзі жалғыз өте қиын. Оған, почему вот осы күнде, например, наставник, да, коуч, психолог деген керек? Потому что адамға өз-өзімен саналы болып өмір сүру қиын. Сразу ол саналы болып кете алмайды. Сондықтан қасында, например, жаңағы наставниктар, коучтар, психологтар көмектеседі. Саналы болуына, осы моментке келуіне, сол жерде психикасы оны қайда апара жатқанын түсінуіне. Потому что адам көбінесе автоматты түрде өмір сүреді. Автоматты түрде үйренген паттерндармен өмір сүреді. А бізге жаңадан нейрондар қалыптастыру керек. Жаңадан убеждениялар қалыптастыру керек. Жаңадан установкалар қалыптастыру керек. Сол үшін ең басында психологқа, коучқа, жаңағы наставник табу өте маңызды өміріңізді өзгерткіңіз келсе. А өзіңіз жай отырып, жаңағы кітаппенен оқып, мен қазір күшті болам деу, это не помогает. Менің жағымнан сіздерге көмектесетін, ол терапияға келіңіздер. Өздеріңізге саналы болып, сізбен бірге жұмыс істейміз. Неғып сіз жертва состояниясындасыздар. Оның астында қандай әрекетті жасауға бөгет болып тұр сіздің психикаңыз. Не үшін бөгет болып тұр? Қандай оның астында бір установкалар бар? Соның барлығын табамыз. Сондықтан сіздерді терапияда күтемін. Мына жерге жекеме жазсаңыздар болады. Яғни информациялар астында болады. Сол жерге шығып, жекеге жазыңыздар.